Аймақ жаңалықтары. Қазақстанның жоғары оқу орындарының көрмесі және оқушылар мен ата-аналарға жоғары оқу орындары туралы толық ақпарат беру. Мамандық бағыт-бағдар таңдауға арналған іс-шара бүгін аймағымызда басталды. Отандастар қоры, аймақ әкімі және аймақтық білім басқармасының қолдауымен Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының қатысуымен Қазақстанның білім күндері атты 2 күндік іс-шараға аймақ әкімі Заңғар Есентайұлы, қазақстандық жоғары оқу орындарының өкілдері мен ата-аналар және оқушылар қатысты. Шара барысында аймақ әкімі Заңғар Есентайұлы сөз алып, қазіргі балалар бақыттысыңдар, өткен жылдан бастап осындай іс-шараны ұйымдастырып отырмыз дей келе сөзін былайша сабақтады. Барлықтарыңызға, осыны қатысып отырған оқушыларға, ата-аналарға көптен бүгінгі жайма-шуақ жақсы күн сәлем жолдаймын. Мынау енді үлкен бір тарихи мүмкіндік. Мен оқушы жүргенде қазақ елінен оқу деген арман болған. Біз 60-80 бала бітірдік 82 жылы. 4 бөліс келді Алматыдан. Соған ең мықты қырылып жойылып, ең мықтылар 4 бала оқыды. Қазір 4-еуі де Қазақстанда қазақ тілі әдебиеті мұғалімдері пенсияға шықты. Соны салыстырғанда қазіргі біздің балалар өте бақытты. Қазақ болып туғанымыз өзі бақытпыз. Үлкен ел атамекен іздеп келіп, балаларды оқытайық, жеткізейік, жазашылық білдіру деген біздің бақытымыз. Бірнеше күн бұрын біздің Наурыз мерекесіне еліміздің президенті келіп қатысты. Ол кісі айтты, қазақтар біздің ағайын бауырластарымыз. Кетерінде маған әдейілеп Байыргөйдің жұртшылдар қайта сәлем жеткіз. Байыргөйдің жастарының көзінде ұшқын, жүздерінде жігер, нұр бар екен. Бұл үлкен өркеннің келешекке деген сенімнің белгісі. Енді Фейсбукке қазақша жазып осы сәлемді қайталадым. Осы Наурыз мерекесіне Қазақстанның Моңғолияда отырған елшіні консулмен қосып шақырып, және саммитке отырғызып қайттым. Алғаш келді Алмас деген азамат, кеше радиодан жақсы сұхбат берді. Ол кісі айтып жатыр, Моңғол еліне, Моңғол үкіметіне рахмет, біздің қазақтарымызды сап тұлық қалпында сақтап, дәстүрін барлығын сақтап осы күнге жеткізген, қадірлейтін, қамқорлық жасайтын Моңғол еліне рахмет деп. Қазақстан елбасы Тоқаев бізде іссапарда болғанда бір ерекше сөйлем айтты. Біз ежелде тарихи бір ағайын туыспыз, және Моңғолияда өмір сүретін қазақтар екі елдің қатынасының көпірі деп. Сонда біздің Байыргөйдегі азғана ақтөбедегі қазақ екі елдің де қамқорлығында отырғандықтан мен және өзімізді ерекше бақыттымыз деп мақтанамыз. Бұрын жаңа айттым ғой, 80-82 жылдан бері жалғасып, қазақ елінен оқып өстіп келдік. Бір кезде мектептері, университеттің өкілдері жеке-жеке келіп жүрді. Біздің адамдар ол кезде интернет көп танымаған ағайын туыстарының сәлемімен солардың жіберген ақпараты біледі. Мектепті таңдап жүрсе, мен енді қорамызға келіп, мектебін таныстырып, мүмкіндікті жасап, осылай мүмкін жасап отырғанда, расында да бізде басқа ағайындарда жоқ мүмкіндік. Өз ана тілімізде қатынасып, сондықтан осы мүмкіндікті ата-аналар, балалар үлкен құрметпен қарап құрметтеу керек, қадірін білуіміз керек. Жылына бізден 500-800 бала оқып жатыр екен. Қазақстан елшісін айтқанда қазір 1200 бала оқып жатыр дейді. Ал өткен жылдан бастап біз бұны жүйелі түрге кіргіздік. Жүйелі түрге кіргізіп, саясатымызға қатыстырып кірістіріп жатырмыз. Оқу басқарма орнымен біріктіріп осындай жиын өткізгенбіз. Енді осы жолы ерекшелік, оқыттық, тоқыттық, бара ғой деп жатқан жоқ екен. Оқыған адамдар қандай жұмыспен қамтамасыз ететін мүмкіндік бар деген ақпаратты алып келіп отыр. Мектеп бітіріп алып, Қазақстанда жұмыс істейтін мүмкіндіктерді насихаттап жатыр. Бұл жаңа көрініс. Осы жолы биылғы кездесудің ерекшелігі. Сондықтан бізде де оқуға кеткен балалардың артынан қамқорлық жасау, қандай мәселе туындаған жағдайда осы жақтан хабарласу, ата-анасынан хабарласу деген жұмыстарды жүйелі түрде қолға бастап жатырмыз. Сондықтан мына алыстан келген ағайындар, сіздерге рахмет. Бүгін ертең 2 күн радиодан жақсы жария беру керек. Қырдан келе алмаған кісілерге мүмкіндік жасау үшін әдейі 2 күнге осы уақытты созып мүмкіндік жасап отырмыз. Мына қатысып отырған балалар, жаңа мен айттым ғой, бір кезде қандай қиыншылықта болды, қазір мынандай мүмкіндікті жақсы пайдаланыңдар, жақсы дайындалыңдар. Алла қалап, сол мектепке барсаңдар, осы қамқорлықты еңбектеріңменен қайтаруларың керек, ата-ананың сенімі
мына жерде тұрған елдің біздің сенімдеріміз сендерге үлкен аманат болуға тиісті. Сендерге де табыс тілеймін. Дұрыс маман таңдау сен келешектегі өміріңнің кілті. Сондықтан өте жауапты қараңдар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осы іс ары қарай жалғасын таба берсін. Көптеген балаларымыздың жолы ашылып, келешек болашақта бақытты өмірге қадам бассын деп. Отандастар қоры тарапынан аймақ әкімшілігіне үлкен алғыс айтамыз. Қазақстан Республикасы үкіметі жыл сайын қандастарға көп мөлшерде квота бөлетін болған. Сондықтан осы мүмкіндікті тиімді пайдалану қажет дейді Отандастар қорының білім саласына жауапты маманы Талғат Кенжебекұлы. Армысыздар, құрметті ата-аналар, оқушылар және әріптестер. Бүгін міне жыл сайын дәстүрге айналып келе жатқан қазақстандық білім көрмесіне қош келдіңіздер. Ең алдымен біз Баян-Өлгей аймағының әкімдігіне үлкен рахмет айтамыз. Сіздер екі ел арасында достықты нығайту бойынша үлкен жұмыстар атқарып, алдыда үлкен жобалар атқарады дегеніміз сенеміз. Сіздерге мыңда бір алғыс рахмет. Ендігі мәселе жалпы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне қарасты Отандастар қорының негізгі бағыттарының бірі ол өздеріңіз секілді қандас жастарды қолдау, білім бағыты бойынша ақпарат беру болып табылады. Соның негізінде міне бүгін ұйымдастырылып жатқан көрменің бағыты сол. Алдарыңызда келіп отқан Қазақстан Республикасының үздік ұлттық жоғары оқу орындары келіп отыр. Сондықтан өздеріңіз таңдаған мамандықтарыңыз бойынша ақпаратты қолдау аласыздар. Университеттердің қандай білім бағыты бар, сол бойынша сұрастырасыздар. Айта кететін болсақ, жалпы ұлттық бірыңғай тест деген бар, оны білесіздер, оқуға түсу үшін қажет. Бұрын қандастарымыз Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірге тапсыратын болса, 2024-тен бастап Отандастар қорының қолдауымен тек 3 пәннен тапсыратын болдыңыздар. Бұрынғыдай шектік балл жоқ. Осы өзгеріске дейін жыл сайын шамамен 800-ге жуық бала оқуға түсетін болса, 2024 жылы өзгеріс болғаннан кейін 600 балаға жуық оқуға түсті. 2025-те 2200-ге бала жуық оқуға түсті. Бұл әрине үлкен көрсеткіш. Соның негізінде Қазақстан Республикасының үкіметі жыл сайын қандастарға 4% квота бөледі, өздеріңіз білесіздер, білім грантына. Сондықтан соны тиімді пайдаланып, өзіңіздің мамандықтарыңызды нақты таңдайды деген сенімдеміз. Жалпы мен көп созбайын, сіздерге Қазақстаннан келген жоғары оқу орындарын жалпы таныстырып кетейін. Алдарыңызда өкілдері отыр. Бірінші Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті өкілдері болса, орындарыңызды тұрып қойсаңыздар. Рахмет. Екінші Астана халықаралық университет бар өкілдері. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Ыбырай Алтынсарин атындағы Архалық педагогикалық университеті, Есіл университеті, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Астана IT университеті, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Айалты университеті өкілдері. Болашақ академиясы Қарағанды қаласы бойынша Болашақ академиясы. Жалпы айтады ғой, армансыз адам қанатсыз құспен тең деп. Сондықтан өздеріңіз армандаған мамандықтарды таңдап, нық қадам басып, болашаққа үлкен жол ашады деген сенімдеміз. Рахмет, бүгінгі көрмеге сәттілік, көп рахмет сіздерге. Бүгін көрмеге Қазақстан Республикасының үздік жоғары оқу орындары келіп отыр. Сондықтан оқушыларымыз мамандық таңдауға ерекше көңіл бөлу қажет екендігін айрықша ескертемін дейді Талғат мырза. Осы орайда қыр-сымындардан келіп үлгермеген адамдар болса, ертең яғни наурыздың 26 күні түске дейін келіп, бізге хабарласып, кеңес алуға болады дегенді айтты.